Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып буллинг жөнінде болмақ. Буллинг жөнінде негізі менің өз каналымда тағы бір видео бар, сондықтан бұл видеода қосымша болады. Жалпы буллинг дегеніміз не? Көбінде бұл енді ағылшын тілінен аударған кезде булли деген мағынаны білдіреді, яғни біреуге қысым көрсету. Қарапайым қазақ тілімен айтатын болсақ, яғни бір адамның бір адамға қысым көрсету. Ендеше оны енді жанжал, ұрыс, керіс, конфликт деп те айта беруге болады, бірақ буллингтің ерекшелігі неде? Сол туралы сіздерге қазір түсіндіріп өтетін боламын. Ендеше буллинг бұл бір немесе бірнеше адамның бір адамға ұзақ мезгілде, ұзақ мерзімде қысым көрсету. Яғни ол қысым қандай болуы мүмкін? Үнемі біреуді мазақ ету, психологиялық қысым көрсету, оның намысына тиетін сөздер айту, намысына тиетін қандай да бір оған атау қою, оның заттарын тартып алу, немесе мүлкін шашу, ұру, онымен шеттету, көпшіліктің алдында тұрған кезде онымен амандаспау, және сол сияқты әрекеттерді буллинг деп атайды. Енді мен мектептегі буллингті айтқым келіп отыр, яғни бір оқушының немесе бірнеше оқушының бір оқушыға ұзақ мерзімді қысым көрсетуі, яғни жанжалдан ерекшелігі осы. Жанжалда, конфликтте екі жақ тең болады, екі жақтың күші тең, олар жанжал барысында олар қандай да бір ортақ шешімге келіп, оны шеше алатын дәрежеге жету. Ал буллингте ортақ шешім болмайды. Буллингте әлсіз адам және күшті адам болады, яғни асимметриялық бір жанжал деп айтуға болады. Яғни екі жақтың, екі тараптың күштері теңдей болмайды. Осымен ерекшеленеді, және егер конфликт аз уақытта пайда болып, аз уақыт тез бітетін болса, буллинг деген ұзақ мерзімді. Енді бір күннен бірнеше айлар, жылдар бойына созылып кетуі мүмкін. Сондықтан ол жас ерекшелік алатын болсақ, подростковый периодты алатын болсақ, ол адамға өте бір жүрегінде із қалдыратын, негативті із қалдыратын оқиға, жағдай деп айтуға болады. Осы жерде енді мысал ретінде айтып кететін болсам, өздеріңіз естеріңізге түсіріңіздерші, егер сіз өкінішке орай буллингтің құрбаны болсаңыз, сіз ол жағдайды еш уақытта ұмытпайсыз. Мектеп кезіңіздегі сондай бір буллинг болса, сіз оны ұмытпайсыз, ол адамдарды жек көресіз, ол адамдармен араласқыңыз келмейді дегендей. Және осыған буллингке байланысты көптеген шетелдің, ресейлік киноларды айтып шығуға болады. Сол жерде буллингтің құрбаны қандай көңіл күйде болады, оның психологиялық жағдайы қандай, сондай бір төмен деңгейде болады, соның бәрін көріп отыруға болады. Және өкінішке орай кейде буллинг құрбандары қалайда өш алу үшін, енді жаңалықтардан да көп жатсаңыздар, келетте жаңағы сыныптастары, бұрынғы құрбылары өлтіруге дейін, жаңағыдай атып тастауға дейін барып жатады. Өкінішке орай ондай жағдайлар көп естіп жатырсыздар. Сондықтан бұл буллингтің салдары, буллингтің құрбандарының жасайтын әрекеттері. Сондықтан буллинг жасаушы да көп ойлану керек, буллингтің құрбанында өзіне деген бір қандай да сұрақ белгісін қою керек. Көбінде енді мына мектеп жасында балдарды алатын болсақ, мысалы көріп қалсақ, не істеп жатырсың десе, ой, біз просто әзілдеп жатырмыз, немесе осы жағдайды разбираться етіп бастаған кезде, біз жай әзілдедік, біз солай әзілдейміз, шутка ғой дегендей, немесе оны ұнатпаймыз, сондықтан солай біз солай ойнаймыз дегендей әрекеттер, сөздер айтылып жатады. Бірақ ол негізінде жай ғана оқушының, баланың өзін ақтап алуы, ол ешқандай әзілмен, ойынмен оны шатастырмау керек. Ендеше енді мына жерде қарап отырсыздар, бір фотода ойын болса, екінші фотода буллинг. Ойнадық дегенде ойын мен буллингтің ара жігін ажыратып
ажырату керек. Ойында барлық қатысушы бәрі көңілді, бәріне қызықты ол ойын. Мысалы, біреуді күресіп жығып ойнаса, келесіде ол адам басқа адамды күресіп жығып ойнайды дегендей сондай бір жағдай болады. Ал булингте тек қана бір адаммен ойнайды. Оның бас киімін жаңағыдай бір-біріне лақтырады, немесе сөмкесін лақтырады дегендей. Ол адамға көңілді емес. Осынысымен ерекше. Яғни ойында барлығының жағдайы тең, барлығына көңілді, барлығы керемет ойнайды. Ал булингте ойнамайды. Бір адам құрбан болып, зардап шегіп, оның намысына, психологиялық тұлғасына оның нұқсан келтіріп жатады. Осы ойымен булингтің ерекшелігі осы. Сондықтан балдар ойнадық дейтін болса, осындай мысал келтіруге болады. Ендеше, егер булингтің құрбаны болсаңыз, қалай жасаған дұрыс емес, қандай әрекеттерді жасамау керек, сол жөнінде қазір сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші, булинг жасаушымен ерегісу. Мысалы, сен семізсің деп мазақтаса, мен семіз емеспін, мен киім сондай, өзі кең тұрады, оверсайз, тағысын тағы деп ерегісудің қажеті жоқ. Немесе өзіне қайта ол ақымақсың деп мазақтаса, сен өзің ақымақсың деп, немесе қорқыту, мен сені анама айтып берем, мұғалімге айтып берем, немесе ересектерге айтып берем дегендей. Немесе естімеген сияқты болу, бірақ түріңмен шынымен сен оны естіп тұрсың, оның намысына тиетін сөздерді, бірақ естімеген сияқты боласың. Сен іште көңілің түсіп, жылағың келіп тұрса да күліп білдірмеу. Как будто ни в чем не бывало, күліп тұрған тоже дұрыс емес. Ұрсып немесе төбелесіп тоқтатуға тырысу. Ол мүмкін емес, ол тоқтамайды. Ал қалай жасау керек, соны қазір алдыңызда шығады. Мысалы, сен семізсің, мүмкін солай шығар, келсем сенімен дегендей, жымиып, мысалы, сен ақымақсың, немесе тағысын сенің көңіл күйің бүгін күшті көтеріліп тұрғанына қуаныштымын. Мысалы, назарды өзіне аударуды, мысалы, жаңағыдай намысына тиеді, немесе мазақтайды дегендейді. Саған солай айтқан ұнайды, ол сенің ойың, имеешь право дегендей. Қарсы сұрақ қоюға болады. Сен солай ойлағың келіп тұрма, сен солай ойлайсың ба деп. Жақсы. Мен солай ойлаймын. Хорошо, жақсы дегендей. Келісу, кемсіткен кездері, менің бойымда кемшіліктеріңді сен сондай назар салып, мұқият қарап, тауып отырғаныңа, маған сондай көп көңіл бөлгеніңе рахмет. Адам кемшіліксіз болмайды, ол менің кемшіліктерім. Рахмет, сен маған көп көңіл бөлгеніңе дегендей. Келісім беру, сен егер солай ойлағың келсе, мархабат, ойлауыңа рұқсат, ойлай бер дегендей. Осылай әрекет жасау керек. Ал егер физикалық жарақат, ұрып соғу болатын болса, ол уже булингке жатпайды. Қасақана заттар бүлінсе, киімдеріңізді жыртса, ақшаңызды тартып алса, мысалы, тамақтану жерде дұрыс тамақтануға кедергі келтірсе, дәретханада шығуға кедергі келтірсе, қорқытқан жағдайда, ол булинг емес, ол зорлық болып есептеледі. Және оған шыдаудың қажеті жоқ. Жедел арада ересектерден көмек сұраған жөн. Көбісі одан қорқады, сен сөз тасыдың, шестеркасын деп айтады деген сөзден қорқады, бірақ ең бірінші өзіңе қамқорлық жаса деген ұстанымды ұстау керек. Забота о себе. Өзіңе қамқорлық жасау мәдениетін қалыптастыру керек. Өкінішке орай, ол көбінде кездесе бермейді. Өздерімен қиналып, жабырқап жүреді, бірақ көмек сұрасаңыз, көмек аласыздар. Сөз тасу деген болмашы нәрсені жеткізу. Анау сөйтті, мынау бүйтті деп. Ал зорлық-зомбылық жағдайда, булинг жағдайда көмек сұрау маңызды екенін ұмытпағайсыздар. Егер сен булингті көрсең, енді булингтің құрбаны емессің де, булингті жасаушы емессің де, бірақ сен булингті көресің. Ол бір
жаңағы орысша айтқан кезде ол крутой әрекет емес екенін айтыңыз, жеткізіңіз, иә. Маған ұнамайды, егер қоймасаң, мен айтып беремін үлкендерге. Ересектерден көмек сұраңыз. Мен осындай жағдайды көріп жүрмін, қалай көмек бере аласыз дегенде көмек сұрау. Көмек сұрау, өзіне қамқорлық жасау мәдениетті қалыптастыру керек. Сонда адам толыққанды тұлға ретінде, сондай бір үлкейген кезде өзіңізге бір көңіліңізге алатындай жағдайдың тап болмауына алып келесіз. Рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.